Сәлеметсіздер ме достар? Сіздермен бүгін біз картоптан жасалған фри дайындаймыз. Өте дәмді. Сіздер де бізбен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге картоп керек. Картопты қазір біз ұзынша етіп турайтын боламыз. Осылай ұзынша етіп соломка тәрізді турап шығамыз. Осылай турап алған картопымызды үлкенде отызға саламыз. Енді картопымызға су құйып, картопты 2-3 рет жақсылап жуып аламыз. Енді картопымызды кептіріп аламыз. Ол үшін қағазы майлықтары не болмаса, осылай сүлгілер болса, картопымызды жайып, жақсылап кептіретін боламыз. Енді қызып тұрған табаға картоптарымызды қуырып аламыз. Міне осылай жақсылап қып-қызыл етіп, біркелкі етіп қуырып аламыз. Осылай қып-қызыл етіп қуырылған картоптарымызды бумажный салфеткаларға салып аламыз. Ол майын сорғытып алу үшін. Картофельный фриіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеода кездескенше.